Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болатын бауырсақ пісіретін боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бізге керек болатын заттар: суымызға тұз саламыз, қант саламыз. Жақсылап араластырып жеріп, ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне дрожжіні сал жереміз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мына видеода көріп тұрғандай жабысқақ болу керек. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек, қолға жабысып тұратындай. Үстін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң көтерілген қамырдың үстіне кішкене май құйып, тағы да илеп қайтадан жауып қоямыз. Жарты сағаттай тұрған соң алып, мен 2-ге бөліп алдым. Үстіне ұн себеміз, астына көп етіп ұн себеміз, әйтпесе жабысып қалады. Ұнды көп сеуіп, осылай қолмен жаямыз. Қамырымызды тек қолмен жаямыз, оқтаумен жаймаймыз. Бір тегіс жайып алған соң, осындай қалыңдықта болу керек. Сосын өзімізге керек болатын домалақ пішінді аламыз. Егер үлкен пішін қаласаңыздар, үлкенде ыдыспен кесесіздер, мен міне бокалмен кесіп тұрмын. Осылай бәрін кесіп шығамыз. Міне барлық қамырымызды осылай етіп жайып кесіп аламыз. Қамырымыз қалың болу керек, жұқа етіп жайып тастамау керек. Қалың болса, сонда бауырсағымыз әдемі шығады. Барлық қамырды кесіп болған соң, оны мата дастарханға жайып, үстін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, пісіріп алатын боламыз. Осылай нығыз салу керек, әйтпесе бауырсақтарымыз айналып кетеді. Осылай нығыз саламыз, бір жағы піскенде аударып шығамыз екінші жағын. Міне менде бір жағы пісті, өте күшті болып шығып жатыр. Енді піскен бауырсақтарымызды газеттің үстіне жайып қоямыз. Бірін үстіне бірін қоймаймыз, қойсақ басылып қалады бауырсағымыз. Міне менде бауырсағымыз дайын болды. Өте күшті, өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.